Ергалиева Азата Иманбаевича, 1966 года рождения, уроженца Ленгерского района Чемкенской области, казаха, гражданина СССР, беспартийного, холостого, ранее не судим. Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген: қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәл ұйқың, ұйықтайтын бар не сыйқың. Апа, көке Айдар, кездесуге келерде бір шоқ дала гүлін ала келіңдерші, ырым болсын. Жақында мейрам ғой, қонақтар келіп қалғандай болсын. Өзіме келсем денсаулық жаман емес. Ертеңнен кешке дейін шексіз қиялға берілемде жатам. Тамағы тоқ, тұрмысы да жақсы бұл жердің. Тек қана бар арманым бостандық. Жоғарғы сотқа да, Горбачевқа да бәріне де хат жаздым. Жазықсыз сотталғаным туралы. Кім біледі артының не боларын. Аяқтарына жығылатын мен емес. Жазымыштан озымыш жоқ. Бір Құдайдың өзі сақтар. Туған туыстарға, көршілерге, достарға менен сәлем. Беттеріңнен сүйдім. Көріскенше. Сәлеммен Азат. 86 жылдың желтоқсанындағы скрипка алған. Аязды күндері есімде. Сонда мен осы темір жолдың бойымен үйге, ауылға қарай қашып келе жаттым. Жаурап жасынап. Таланған бөрін күшігіндей үсті басым су мұз қатқан. Аяз қарған бет аузым көгіла қойдай жаралып. Аяғымды әрең сүйреп келе жаттым. Осы темір жолдың бойымен асығып, шаршап, шалдығып, ашығып келе жаттым ау сонда мен. Желтоқсанның ызғары сіңген денем қапшылдап. Күн демей, түн демей асықтым ау сонда мен. Ұясын асыққан көк бөрінің күшігіндей. Бірақ ұяластары жатты қансыра. Аузынан қараған аққан көк бөрі жатты өз ұясында. Мәз болған аңшылар терісін сойды сыпырып. Алып қасқырдың тасада қалған бөлтірігін көзінше. Я ләззат. Өмір дегеніміз сосын шалықты сұрқия екен ғой. Абақты да айдан күннен жаңылдым. Сарғайдым ғой, сары даламды сағындым. Қарашығым, құлыным деп сарлаған алыстағы сорланымды сағындым. Жатқан үйім қабырғасы қара тас. Жарық сәуле жылы күнге жаны қас. Ауыр иіс, ылғи қара көлеңке, ерте кеште күндіз-түні арылмас. Тапал салқын тым қараңғы үңгір тар. Есігімде мықты қара құлып бар. Кіп-кішкене терезелер темірлі, мұнда үйден кім кестілер ащы зар. Алтын күнді, қара жерді сағындым. Жан жолдасым жүйрік желді сағындым. Асау тайдай еркелетіп өсірген ағайынды, туған елді сағындым. Әлде қайда күн шығады, батады. Сорлы тұтқын күңіреніп жатады. Қарары болсаң терезеден темірлі көздеп тұрған күзетшілер атады. Ас болама сасық сорпа қаранан. Алма бетте қалмады ғой тамшы қан. Қоңырау қағып оятады ақырып. Тым болмаса сібірлепті атпай таң. Үнсіз айқайдың да үнсіздігін айды екен жұрт. Сөйлесем сөзім еңір. Үнсіздігім тылсым әлемді шалғай. Тұйықтығым сөйлескенде көрініп, үнсіздікпен баш етемін бәктікті. Жансыз денем солық түсіп жатса да, өмір түні құлақ сияқты. Сылдыр қағып өтер екен, кетер екен. Өткен күндер ойға алса, сені ғана елестетемін. Сенің ғана бейнең жарық сәуле түсіріп, жылытады кемдемді. Тіршілік күйбең жалған ай. Есіңде ме ләззат? 85 жылдың көктемінде вокзалда екеуміздің жолыққанымыз. Мен сонау алыстағы қиыр шығыстан, тынық мұхитының жағалауынан оралдым.